денсаулықтары мықты болсын, мына білімдерін әрмен қарай шыңдап, өздерінің білімдерін бастауыш сыныпта негізгі буында көрсетсін. Тек қана сіздерге қуаныш әкелсін, қадамдары құтты болсын. Енді қазіргі тәрбиеші деп санаймыз оларды. Енді биыл енді бірінші мектептен бастап енді оқушы деп олар оған айтуға болады оларға. Олар бірге бастауыш сыныпқа барады. Енді барлықтарына тек қана амандық, жақсылық тілеймін. Тек қана мына балаларымыз тек қана сіздерге қызық әкелсін. Біздің мектебіміздің үлгілі оқушылар болсын. Тек сіздерге ақ жол тілеймін енді. Жыл бойы міне қарап жүрмін, енді өздері өлең айтады, тақпақты айтады, білімдерін өте жақсы деп ойлаймын енді. Сол енді білімдерін ойлаймын, дарман қарай енді сол дамытады деп ойлаймыз енді. Ал енді мектепалды даярлық тобының тәрбиеленушісі Наурызбай Арайлым Қажымұратқызына осындай мадақтама беріледі. Мектепалды даярлық тобынан мектепке қадам бастың, қалған біліміңді одан әрі дамытып шыңдай біл. Сен еліміздің ертеңгісін, саған зор үміт артамыз. Қанаттарың қатайды, бізге енді самғандар. Білім жолы сары жол, ізденімдері қалмаңдар деп осындай мадақтама Наурызбай Арайлымға бері қара. Тәрбие деген үйамыз, тәртіпті бала боламыз, даярлық топпен қоштасып, біріншіге барамыз. Шағындай айтқыда, өтті сәйден, күндерім мектепке барам, мен енді даяр оқушымын. Даярлыққа қалай қош дейміз? Бұлай, е? Ал қош дейміз даярлыққа. Екесі кім? Аяулы. Әліппеден? Әліппеден әріп танып, алғаш рет оқимыз. Тәрбиеден тәлім алып, санамызға тоқимыз. Бес қолдан ала бағамыз, білімнен бақыт табамыз. Білім көп тоқып, өте безін санамыз. Оқимыз, білім аламыз, оршан жолын саламыз, даярлықпен қоштасып, біз мектепке барамыз. Ата-аналар, бала біздің болашағымыз, еліміздің ертеңі. Сол ертеңгі ел тізгінін ұстайтын ұрпағымызды тәрбиелеп, бойына ізгілік нұрын себу, мына отырған сіздер мен біздердің міндетіміз. Міне, бүгін біздің осы бүлдіршіндерімізді мектепке даярлап, шығарып салғалы отырмыз. Осы балаларға сәт-сапар тілей отырып, ата-аналар сіздерден ақ бата сұраймыз. Мектепке барамыз, үлгілі оқушы боламыз. Жақсы оқып сабақты, кілем бесік аламыз. Азайту дегенде біз қайда? Алға жүрміз бе, артқа жүрміз бе? Ал кеттік енді. Оннан бірді айтамыз, қанша болады? Кім қармады балалар есікті? Таскөйлек кім келді бізге қонаққа? Ал кіре беріңіз қонағымыз. Жақсы тыңдап. Кім? Яна.
ханшайымы балалардың мектепке барғандағы білімдерін тексер деп жіберді. Менің қолымда білім ханшайымның беріп жіберген бірнеше тапсырмалары бар. Осы тапсырмаларды оқып орындауларынан талап етемін. Мен сендердің берген жауаптарына қарап мектепке даярлықтарыңды тексеремін. Енді балалар, қош келді, иә, бестік баға балалар. Бестік баға ол өте жақсы баға, иә. Бестік баға алу үшін біз не істеуіміз керек, балалар? Сабақ оқуымыз керек. Иә, сабақты оқуымыз керек, иә. Тәртіп сақтауымыз керек, иә. Ең бірінші тәртіп. Иә, тыңдаймыз. Тағы не істеуіміз керек? Дәптерде қалай жазуымыз керек? Әдепті, таза, иә, дұрыс жазуымыз керек, иә. Өте жақсы. Айдос жақсы бала. Ға. Атқа, тақты, ра. Ада. Ра. Гүлге қонды ара. Сұрақ қойылады, иә? Қандай әрекет жақсы болса, біз иә дейміз, ол әрекетті қалай біз жасаймыз, дұрыс жасасақ, біз оған иә дейміз. А керісінше болмайтын жағдайда біз не дейміз? Қандай жауап береміз? Жоқ. Ұқсана ма? Ал басқан дұрыс. Мектепке біз барамыз ба? Крем бестік аламыз ба? Атқан тілді аламыз ба? Ақылды бала боламыз ба? Нан жеймін деп жылаймыз ба? Жоқ, иә, жылмайсың. Қадар, жоқ, иә? Келесі. Таңертең ерте тұрамыз ба? Сабақта отырып ұйықтаймыз ба? Ал сабақта балалар ұйықтауға бола ма? Себебі неде? Қалай білесіңдер? Неде? Мектепке не үшін келесіңдер сендер? Оқушы. Ұйықтауға келмейсіңдер ғой, иә? Үйде ұйықтайсың. Сондықтан сабақта ұйықтауға болмайды, жоқ, иә? Керемет, айбат. Ойыншықтармен ойнаймыз ба? Екі алғанда жылаймыз ба? Тастаға дегенде, иә, қонаққа. Жұлдызша келгенде біз мәз боламыз, иә, қолымызды шапалақтай, біз крем бестік алдық, деп мақтанамыз. Ал тастаға компьютер нарықта тұрады екен, қыс бойы тұрды, иә, бала? Содан қарап тұрады. Ал ендік не істеді екен? Ендікке қонаққа барай ба? Жернадыққа қонаққа барай ба? Арайлымға қонаққа барай ба? Ал балалар біз оны қарсы алдық қой, тасбақаны? Жоқ, иә, сондықтан біз кіргізген жоқсың ба дәптеріне? Вот, көр, өте жақсы. Енді ата-аналармен бірге не дейміз? Келесі сыйлығымыз біздің кімге? Ендікке, иә, ендікке мен мынандай сыйлық беремін. Құдайым саған, қадамың құтты болсын. И келесі сыйлығымыз біздің кімге? Арайлымға, иә, арайлым саған да